Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен 26-шы сабақ жаңа тақырыппен танысатын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз тасымал. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Тұсаукесер жыры. Қаз балам, тақымыңды жаз балам, қадамыңа қарайық, басқаныңды санайық. Қаз балам, жүре ғой, балағыңды түре ғой, тайқұлын боп шаба ғой, өзіп бәйге ала ғой. Бұл өлең ауыз әдебиетінен алынған екен. Балалар, тұсаукесер жыры дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Баланың енді қадам басайын деп жатқан кезде, бала сүріншек болмасын, бәйгеге шабатын аттай шапқылап жүріп кетсін деген мағынада балаларымыздың тұсауын кесетін болған. Жақсы балалар, олай болса, сандықшадағы сөзге назар аударайық. Балақ дейді. Балақ деген сөз не екенін білеміз бе балалар? Шалбардың тізеден төменгі жағын біз балақ деп айтамыз. Яғни балағың түріп алып, жүгіріп жүре ғой деген мағынаны білдіріп тұр екен өлеңде. Өлең неліктен тұсаукесер жыры деп аталған? Өйткені тұсауын кесетін кезде әжелері тұсау кесетін өлеңді айтады. Тұсау кесіп жатқан кезде өлең айтатын болған. Бұл өлеңді қай кезде айтады дейді? Қай кезде айтады балалар? Дұрыс айтасыңдар. Тұсауын кесетін кезде өлең айтады. Сенің тұсауыңды кім кескенін білесің бе? Балалар, сендердің тұсауларыңды кім кескенін білесіңдер ме? Үйде аналарыңнан, әжелеріңнен сұрап көріңдер. Келесі сабақта маған комментарийға жазсаңдар болады. Олай болса, келесі тапсырмаға қарайық. Екінші жаттығу. Екі қатардағы буындардан сөз құрап айт дейді. Қане балалар, ойланайықшы. Екі буынды. Да, ла. Дәл осылай сөздерді қосып, оқып шығамыз. Қала. Бұл қандай буын балалар? Дауыссыздан басталып, дауыстық аяқталса бұл, дұрыс айтасыңдар, тұйық буын болады екен. Кітап, дәптер, қазақ. Ал балалар, бұл қандай буындар? Дауыссыздан басталып, дауыстық аяқталып тұр. Бұл сонда дауыссыздан басталып, дауыссыз аяқталса, бітеу буын деп аталады. Жарайсыңдар балалар. Келесі үшінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз. Қазбаса ғой қарағым, құтты болсын қадамың, өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Бұл өлең ауыз әдебиетінен алынған екен. Енді балалар, қарамен берілген сөздердің қалай тасымалданатынын айт. Өмірге. Балалар, дыбысын жалғыз қалдыруға болады ма? Тасымалдаған кезде. Болмайды деген. Сол үшін өмірге, асулардан деп тасымалдайтын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау, сәлемат болыңдар балалар. Менің каналым ұнап жатса, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.